Судья из ада дорамасы мінекей Кореяда жаңа дорама жарыққа шықты. Басты рөлде Пак Шын Хе. Әзірге 2 сериясы ғана шықты. 2 сериясында көрдім, тамашаладым. Сіздермен соны бөлісіп өтейін мүмкін. Сіздерге менің айтқаным ұнап жатса, сіздер де бұл дораманы көрерсіздер. Басты рөлде бізде Пак Шын Хе, ол судья болып жұмыс жасайды. Содан оны бірінші серияда басында бір өлтіріп кетеді. Сонымен ол тозақтан бір шығады, бірақ ол тозақта болмау керек негізі. Сол үшін тозақтағы судьяны, жаңағы судья болып өмір сүруіне тура келеді. Оның басты мақсаты жауыз адамдарды өлтіріп, қинап, одан кейін оларды тозаққа жіберу. Бастапқы 2 сериясы өте қызық. Негізі Пак Шын Хе маған аса қатты бір ұнай беретін актрисалар емес еді. Бір мен көрген кезде бір эмоциялар жетіспей тұратын. Бірақ дәл осы дорамада Пак Шын Хе өте керемет, өзінің бүкіл эмоциясын, өзінің барлық актерлік шеберлігін осы дорамада өте жақсы көрсетіп жатыр. Сондықтан да маған қызық болып тұр. Одан кейін бұл жерде басты рөлде актер, детектив, бұрын онымен бірге Пак Мин Йонмен бірге ойнаған бір дорамасы болған. Сол дорамада көрген едім. Бұл жолы басты рөлде өте қызық болып жатыр. Детектив, фантастика араласын дорама. Қызық болып жатса көріңіздер. Дораманың аты Судья из ада. Айтпақшы, әртүрлі дорамалар туралы осындай обзорлар сіздерге қызық болса, парақшама жазылыңыздар.